10 сынып информатика пәні. Номері 10 сабақ. Сабақтың тақырыбы бейне түсіру. Сабақтың мақсаты бейне түсіру туралы түсінік. Бейне түсіру қағидалары. Бейне түсіру дегеніміз көріністік және дыбыстық материалды бейнетаспаға жазып алу. Бейнені түсіру кішігірім аудиторияда, жанұяда, бейне салонда, бейне барда және өзге де орындарда жүргізіледі. Бейне түсіру эфирлі теледидарда қолданылады. Онда монтаж, түрлі арнаулы эффектілер, дыбыс пен көріністі реттеу, кадрды тоқтатып қою қондырғысы және тағы басқа мүмкіндіктер болады. Телевизиялық, радиолокациялық, тағы басқа сигналдарды магниттік таспаға түсіру. Термопластикалық және механикалық әдістермен кескінді дискіге жазып алу мүмкіндігі де бар. Кескін жазу теледидарға пайдаланылады. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Бейнедегі қозғалыстар экран бетіне қалай беріледі? Бейне түсіру барысында жарықтың маңызы қандай? Оқушылар, біз өткен сабақта бейне түсірудің қағидаларымен танысқан болатынбыз. Енді сол қағидаларды әрмен қатар жалғастырып өтсек. 4-ші қағида жарық жақсы түскен кезде түсіру. Бұнда бейне түсіруде екі бейне түсіру алаңы болады. Бірі өзіміз көретін алаң, екіншісі камера көретін алаң. Бұл екі алаң бір-бірінен қатты ерекшеленеді. Жарық дұрыс түсіп тұрса, онда қарапайым камера арқылы да сапалы бейне түсіруге болады. Ал керісінше, камера қанша қымбат болғанымен, жарықтандыру нашар болса, онда бейне сапасы да нашар болады. Бөліктеп жарықтандыру арқылы түсу. Бұнда егер артқы фон қараңғы болатын болса, белгілі бір нысанды түсіру кезінде бұл ешқандай қиындық тудырмайды. Кейде нысанның бір бөлігін ғана жарықтандыру қызықты көркем әсер береді. Тек қана осы әсер сапасын қадағалау керек. Жарыққа қарсы түсіру. Бұл әдіспен түсіру кезінде нысан дұрыс көрінбейді. Мұндай жағдайда фонға сөйленетін сөзбен немесе бет-әлпет қимыл қозғалысқа зейін қою қажет.
Бесінші қағида. Бейне түсіруде ақ түсті балансты сақтау. Ақ түсті баланс қызыл және көк кадрлардың пайда болуының алдын алады. Ақ түстің дұрыс болмауы ғимараттың ішінде түсірілген кадрлардың қызыл түске ығысуына алып келеді. Мұны ақ түсті нысандарды бейнеге түсіру кезінде байқауға болады. Себебі олар қызыл түсте беріледі. Ал сыртта түсірілген кадрларда нысандар көк түске ығыстырылады. Сондықтан камераны әр қосқан сайын ақ түстің балансын тексеріп, баптап отыру керек. Ақ түсті қызыл түске қарай ығыстыру. Біздің көзіміз салқын түстерге қарағанда жылы түстерді жақсы қабылдайды. Қызыл түске қарай ығыстыру тері түсін көзге тартымды етеді. Ақ түсті көк түске қарай ығыстыру. Бұл әдіспен бейне түсіру арқылы түнгі түсірілім әсерін алуға болады. Жоғарыда келтірілген бейне түсіру барысындағы қағидалар мен кеңестерді ескеру арқылы қызықты кадрлар түсіруге болады. Алайда ең бастысы бейне көрермендерге барынша түсінікті әрі ұнайтын болуы тиіс. Енді оқушылар осы тақырып бойынша мына кестені салыстырыңыздар. Яғни бұнда қағидаларға байланысты бейне түсіруге беретін әсерлерін мысал келтіру арқылы талдаңыздар. Қағидалар, яғни бірінші қағида бейнені тағанмен түсіру, екінші бейнені көз деңгейінде және көкжиек сызығына параллель өсіру, өлшемді өзгерту қызметін қажетті ғана қолдану, жарық жақсы түскен кезде түсіру. Бейне түсіруде ақ түсті балансты сақтау. Кері байланыс. Қандай қиындықтар болды? Қандай сұрақтар сақталады? Сіз білетін нәрсе болды ма?